Ерте-ертеде қазақ ауылында Жақсылық атты балақай өмір сүріпті. Кішкентай ғана жүрегі мейірімге толы екен. Жақсылық киіз үйден шыға күнге керіліп табиғатқа тамсанады екен. Кенет атасының бидайға толы қабын көтермек болғанын көріп, ата мен өзім деп көмекке жөнеледі. Жақсылық бидайға толы қапты орнынан жылжыта алмай, күркілі аяғымен тебінеді екен. Маңайдан құлын шауып, құйрығымен Жақсылыққа тиіп кетеді екен. Жақсылық тепе-теңдікті сақтай алмай орнынан құлайды. Орнынан тұрған ол құлыншақтың жіпке байланып қалғанын көріп, ашуланып орнына көмекке жөнеледі. Ол жіпті байыпты шешеді. Содан әжесінің бұлақтан су әкеле жатқанын көре, көтерісуге ұмтылады. Оған ауырлығы сонша ол бір шелекті өзі алып көтереді. Ол күлкілі түрде суды төкпеуге, тепе-теңдікті сақтауға барынша тырысады. Жақсылық шелекті киіз үйге кіргізіп, әжесінің алғысын дәмді, ыстық бауырсақпен алады. Жақсылық көшеге шыға қыздың жылап отырғанын көреді. Қыздың айтуынша батпырауығы бұтақта қыстырылып ұшпай қалған екен. Батпырауыққа бойы жетпеген ол таяқпен байыпты түрде оны қолына түсіреді. Батпырауықты алып қызға береді екен. Қыздың сейілі басылып, марқая қуана кетеді. Кенет дауыл тұрып, қой жүні жан-жаққа шашырап ұша кетеді. Жақсылық бірден шашылған жүндерді жинастыра кетеді. Ол ақша бұлтқа ұқсап, атасы оған күліп жібереді. Атасы Жақсылыққа көмектесіп жүнді жинастырады. Күн батып, шам уақыты кіреді. Атасы Жақсылыққа шай демдеп, игіліктің ерте кеші жоқ. Көрнекті іс көмілмейді деген нақыл сөзді айтып, әй жігіт деп иығынан қағып қояды. Жақсылық жымиып ұйқыға батады екен.